ашылған бірінші күннен бастап жалпы гуманитарлық көмекті көрсетіп жатырмыз. Өңірлерден бәріміз ел болып, халық бәрі соны түсініп, сіздерге көмектесіп жатыр. Елбасы тапсырмасының бойынша осы жаққа келіп, өз көзімен жағдайды көріп, ертең оны баяндайтын боламын. Жалпы президент 1000 үй салынады, жөнделеді деп айтты. Әрбір адамға 100 000 теңге ақша бөлінеді. 14 миллиард мемлекет тарапынан республикалық бюджеттен бөлінді. Сондықтан қаражат бар, адамдар көмектесіп жатыр. Халық сіздер жалғыз қалмайсыздар. Нұр Отан партиясы халықтың партиясы болғандықтан біз сіздермен біргеміз. Қапа бола беруге болмайды. Енді уақытында болды қиын. Оны сіздер емес, біздер де көріп отырмыз. Үйіміз құрғақ, шаңырағымыз бүтін болса да бізде жылап отырдық. Қалай болды бұл деп. Енді ел келген бас аман ғой, ең бастысы. Бәрі басқа бітеді. Жаңа қала соғылып жатыр. Ескісін көріп, қандай қуанып жатырмыз. Қазақ еліне, елбасына, президентіне рахмет.